Елімізде кәсіпкерліктің жандануына жер мәселесі кедергі болып отыр. Өйткені жерді иелену тәртібі заңмен реттелмейді. Мәселені бұдан былай бас прокуратура мен Атамекен ұлттық экономикалық палатасы бірігіп шешуге білек сыбанып отыр. Бүгін алғашқы біріккен отырыс өтті. Жер дауына тап болып, 3 жылдан бері құзырлы орындармен соттасып жүрген астаналық кәсіпкерлер мұң-мұқтажымен бөлісті. Заң бойынша жер теліміне қатысты қандай да бір сұрақтар 2 айдың ішінде тас түйін шешіліп, тиісті жауап берілу керек. Бірақ көп жағдайда кәсіпкерлердің сұрағына жауап қату 1 жылға дейін созылып кетеді. Мемлекеттік мекемелер сайтында рәсімдеу тәртібі турасында ақпарат тапшылығы да ұлтарақтай жерге қол жеткізуді қиындатады. Бұдан бөлек өскемендік жолаушылар тасымалдайтын кәсіпорын өкілдері жергілікті әкімдіктен әлімжеттік көріп отырмыз деп шағымданды. Алдағы уақытта кәсіпкерлік саласындағы заңды қадағалау үшін бас прокуратурада арнайы бөлім құрылады. Мемлекеттік органдардың кәсіпкердің арасындағы өзінің істеп жатқан тірлігі ашық емес, әсіресе мына жер саласында. Сен бүгін жер алып жұмыс жасап жатсаң, сен білмейсің, қай күні қай орган келіп, сенің қай заңмен мына жасап жатқан тірлігің заңды емесін шығарады. Сосын шырылдап көріп отырсыздар, өздеріңіз жас өзіміздің азаматымыз осы кәсіпкерлікпен айналысып жүр, қандай өзінің психологиялық стресс көріп отырсыздар.